Короче, халқым бүгін Астанаға ұшамын да. Мөлдір екеуміз бірге. Неге десеңіздер, ол жақта, короче, андай болайын деп жатыр. Қазақи киімдерді показ дей ма, ана киіп көрсетіп жүресің ғой. Подиум дей ма, дефиле дей ма. В общем, бүкіл блогерлер сояққа жиналып жатыр. Алматының, Астананың блогерлері и соның арасында біз мөлдір екеуміз де бармыз да. И сосын да чат ашып қояды ғой. Короче, бір қызық айтып берейін. Чат ашып қояды да, айтады, размерлерің, аяқ киім размер и андай үстіндегі киімнің размерін айтыңдар. Соған қарап киім тігеді ғой, короче. И ана жақта бүкіл блогерлер ше бүйтеді. XS, аяғым размері 35, бойым 1,77 деп ше, андай бой ұзын арасында қыздар ғой. Сөйтіп бір кезде мен жазып отырмын ғой. Менің размерім L, аяғым 40-41, салмағым 67. Сөйтіп мөлдір жазып жүреді ғой, астына ше бәрі XS деп жазып отыр ғой, SK деп ше мөлдір айтып жүреді. Мен соңғы рет XS-ті 4-ші класста кигенмін. Менде андай әдет бар, білесіздер ма? Мөлдір сөй тұршы. Ара, біз и так басында отырамыз. Жоқ, сөй тұршы енді? Менімен бірге емес. Бопты, сөй тұршы. Райна, баласымен тұрайын. Мөлдір сөйтсем бола ма? Рахмет. Извините, можно? Рахмет. Можно? Рахмет. Кешіріңіз. Спасибо. Рахмет. Рахмет. Саламатсыздар. Қалайсыздар? Жақсысыздар ма? Осындай сәл мал тірлігім бар, достар. Мен малмын. Қалайсыздар, халқым? Кеше мен айттым ғой, андай подиум дефиле дедім бе? Достар, мен көтеріліп кетіп отырмын. Тағырыңыздар. Ана жерде жүремін мен, ана қыздар сияқты. Жүремін, ана сияқты бойымыз емес енді. Дұрыс айлай. Бір қыз саған бит кетті. Видеодан қараса көресің. Біз не то шақырып қойды ау? Яғып жүрміз, соны айтам. Мынаның фигурасын қара, там фигурасын ойын. Біз жарты метр отырып сантиметр. Мен жегінге отырамын. Ема, достар. Ботагоз, очень приятно. Вы должны создать вот особый такой вайб какой-то. Да, прямо того, чего не было. Всех поднять. Я думаю, что каждый ваш выход, он вообще должен быть индивидуальным. Индивидуальным. Смотрите. Здесь можно сделать, да, вот так, раз-два. Да? А вот так? Стиль это жизнь, гангстерский. Вот под ее песню прям. Обожаю. Арай, пожалуйста, давай. Келесі очередь бізде енді бояну. Нешеде басталады мөлдір? Негіз подиум. Дәл қазір мынандай косметикалардан миым жетпейді енді мен мынаған. Бір туынды шығады. Бастапқы кейіпкері ол мен. Назарларыңызда өте керемет Перехан. Сені сүю, періштеге айналу, сені сүю, елестерге байлану, сені сүю, қауызында гүлдердің. Қазақстанға Израильдің президенті келді ғой, естідіңіздер ме? Тура бізге келген кезде мынандай проверкалар болып кеткен. Мен оны жеймін. Күнді. Есіл көшпеген ғой? Оны өспейміз, бара керек өтші. Шымкентке мақсат келді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Шүкір, жақсы аман есен өздерің болсыңдар. Өте тамаша. Қалай екен мынау Шымкент? Зор ғой, зор. Біздің отеліміз қалай екен? Қыздар ше?
Kızlarım bilmedin уборщица тәтелер жақтырды. Давай бауырым, деловой болсаң да. Қарындарың аш па? Иә. Барып тамақ жеп қайтып тұрады. Сияң ба? Басым шалды. Денеңді білмеймін, машинаң сияды. Ал, достарлар, біз деген папаның үйіне келдік. Папа, короче, ремонт аватыр. Güzel. Махи, сэндвич. Хот-дог. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсысыздар ма? Аман есен? Зор. Ай, Шафқат, жақсысыздар ма? Біз анау үйдің кілтін алуға келген едік. О, Шафқат әкемізбен зор ішкенде кезінде. Или әлі ішесіздер ма? Әкемнің үйі. Осы жерде мақсат екенбіз әдемілеп тазаласақ, мусорлардың бәрін құртып, машинаны алып кіріп, музыканы қосып қойып, мақсат екенбіз істейді. Мынау кімнің үйі болса да енді істеп, машиналарыңызды алып кіресіздер әдемі қылып. Құдай қаласа. Рахмат, Шафқат әке. Амал барма. В общем, маманың өзі хабарласып отыр, халқым. Алло. Мама, сіз туралы тик-токта бір-бәле шірбәле дейді. Бүкіл халық, құдай сақтасын, жаман хабар бір-бәле дейді ғой. Не дейсіз бұған? Білмеймін, сөйтіп не айтыр аман бекем? Жақсы қатын еді деп қойсаңшы арасында. Жоқ, аман бекем, аман болса мен аман емес деп сұраған болса, онда жақсы адам еді деп айтайын деген ғой. Жоқ, аман емес, короче, авария болып қалды, бір-бәле дейді ғой. Жақсы адам еді байғыш. Ужас. Соны айтсаңызшы деймді, әр бәлеге сене бермеңдер, көрген нәрсеге, ұқсатқан нәрсеге сене бермеңдер деп. Мысалы, жасанды интеллигентті қазір бүкіл қаланың адамдары біледі да, көз ашық, көкірек ояу адамдар өзі біледі. Жоқ, біреудің өмірімен ойнамасын, біреуді таратпасын, біреуге өлім тілегенше өзіне өмір тілесін адамдар. Өте, Ол дұрыс. біреуге жамандық жасамасын. Біреуге жақсылық жасасаң, ол өзіңе еселеп қайтады. Біреуге жамандық жасасаң, ол саған өзіңе одан 5 бетер болып қайтады. Сол сәл уайымдап қалдық, мама. Халық болып қатты уайымдап отырмыз сізді. Ай, неге уайымдайсың? Байғұс жақсы адам еді деп отыра бермедің? Құдай сақтасын. Жақсы, давайте, жұмысыңызға сәттілік. 100 жасаймын ғой, значит. Иә, 1000 жасасаңыз сіз. Короче, халқым, уайымдайтын ештеңе жоқ. Маманы жақсылап тыңдаңыздар. Бәрі жақсы. Уайымдап жатқан адамдар үлкен рахмет сіздерге. Сіздер айтпасаңыздар білмейтін едік. Интернеттегі әр бәле нәрсеге сене бермеңіздер. Зайып. Айбайш, көзім ай. Кіргіз. Бергел. Үйлеріңе барасыңдар да, короче. Айттым, барды біреу. Сөйтесіңдер да, мұрның ақып кетті ғой, жаным. Әдемі тартып қой, сөйт тартып қой. Қап алып келіңдер, мусор салатын қап. Любой, неше болса сонша, бәрін алып келіңдер, мақма? Давай, жүгір. Давай, жүгір! Шығамаш! Келемісін деп алыстан аңсап, құршы күлімдеп жолыма қарап, жолдың азабын таттым мен талай, сүйген жарыма жетемін қалай. Жүрегім менің дүрсілдейді, алға тартқан мотордай. Ай, еңнің түсірісі. Ары қарай жұмысқа кір. Қара көзге қарашы қасыңдағы, ғашықтығымды көзім жасырмады. Жұмбағын сол көздердің шешсең жаным, бақытымның есігі ашылғаны, жазар мысың жүректің мұң жарасын. Маман, түзе маманы. Түсіріп отырмын,
Üstep nanımды alып келатырмын үйге. Шай ішеміз қазір. Мал ысырап қаласың әке деймін. Бола ма? Не ол? Болады. Құйдай, жаны бар адам сияқты мақсат. Прозрачный. Не аузына құм жұтып алдым ма шын? Жусаңшы дұрыстап. Мойын жақтарыңызды. Тиісін де әр жеріне. Көрінетін жерге ғана тию керек па? Ұстап, әдемілі. Мал сені құйып атсың ма? Қатты көпіріп кетті тоқталды. Біліп тұрсың, маған көп құйдыңдар. Короче, біз Макс екеуміз новый формат істейін деп жатырмыз да. Реклама мен ақша тауып, мақсатқа машина алу. Енді алып қалатын шығармыз деген үміт бар. Енді рекламаға ақша береді ғой. Мақсат береді. Попробовать етіп көрейік бірінші. Короче, бірінші рекламамызды тамашалаңыздар. Саламатсыздар. Болды аға. Ертең сен мені сұхбат алып түседі. Ойбай, көтер аман, тәкаппарланып бідім. Тоқтаңшы. Не істейміз, неден басталады? Импровизация. 1, 2, 3 кетті. Ал енді мақсат мынау, тоқта. Асыр, тоқта деп тоқта. Ал енді мынау, мақсат мынау асыр детейлинг. Бұл жерде мен машинамды істеген. Полировка дегені бар, андай. Химчистка деген, в общем, бүкіл нәрсе істейді ғой, в общем. Оны жаттап алым. Адресі Жансүгіров 5. Неғып маған айтып отырсың? Жоқ па менде мәшін? Вот именно ақша тапсай, істесей бір бәле. Еркексің ғой, жасың 20-ға келді. Кезінде әкеміз деп басасың. Бәле, болмайды мынау, сука. Ана дауысын жай шығып отырсың. Ойнат алмай етсің, ойнатсың. Өлі, мен кінәлі болып қалдым енді. Сіз өзіңіз бір бәлен сандыртып бітсіңіз ғой. Ше, рекламаңа. Маман, түзе маманы. Түсіріп отырмын, я. Біз Макс екеуміз новый формат істейін деп жатырмыз да. Реклама мен ақша тауып, мақсатқа машина алу. Енді алып қалатын шығармыз деген үміт бар. Енді рекламаға ақша береді ғой. Мақсат береді. Попробовать етіп көрейік бірінші. Короче, бірінші рекламамызды тамашалаңыздар. Саламатсыздар. Болды аға. Ертең сен мені сұхбат алып түседі. Ойбай, көтер аман, тәкаппарланып бідім. Тоқтаңшы. Не істейміз, неден басталады? Импровизация. 1, 2, 3 кетті. Ал енді мақсат мынау, тоқта. Асыр, тоқта деп тоқта. Ал енді мынау, мақсат мынау асыр детейлинг. Бұл жерде мен машинамды істеген. Полировка дегені бар, андай. Химчистка деген, в общем, бүкіл нәрсе істейді ғой, в общем. Оны жаттап алым. Адресі Жансүгіров 5. Неғып маған айтып отырсың? Жоқ па менде мәшін? Вот именно ақша тапсай, істесей бір бәле. Еркексің ғой, жасың 20-ға келді. Кезінде әкеміз деп басасың. Бәле, болмайды мынау, сука. Ана дауысын жай шығып отырсың. Ойнат алмай етсің, ойнатсың. Өлі, мен кінәлі болып қалдым енді. Сіз өзіңіз бір бәлен сандыртып бітсіңіз ғой. Ше, рекламаңа. Короче, біз Макс екеуміз волейбол ойнап отқанбыз ғой. Не дедің, айтшы? Мынаның інісі әдемі ғой. Неге ойнадық па? Ебай, мынаның інісі әдемі ғой.
Ассалаумағалейкум халқым, қалдарыңыз қалай? Жақсы жүрсіздер ме, аман есен? Біз ана әулет болып жиналдық, міне. Әне, міне. Дана бар, мақсат бар. Бұрада атын кім еді, ұмыт қалдым. Менен нәзір қимылдаймын екен. Рас olsun. Баяғы карантиннің алдындағы ақсыңға қайттан оралды. Өйткені Сіріне қош болды. Мына сұрыс көрмеңіздер. қасымда осындай позитивный адамдар бар. Сүрем. Максның әкесі ғой.